Елена Дәуренбекова 7 жылдан бері кондитерлік өнімдер дайындап келеді. Ұлттық тағам жентті шоколадпен әрлеп жасауды 2 жылдан бері қолға алған. Қазіргі таңда бұл ұлттық тағамға сұраныс көп екенін айтады. Сондықтан ол жентті сәндеп шоколадпен әрлейді. Осылайша мемлекеттен 5 миллион теңге көлемінде қолдау тапқан. Қазіргі уақытта ұлттық тағамға сұраныс өте көп. Тойларға, туған күндерге, шағын мерекелерге алып жатады. Әйелдер қауымы дорба шоуға сұратады. Сондай-ақ балаларға базарлық ретінде алып жатады. Өйткені таза, табиғи өнім ағзаға пайдасы өте зор. Бұған дейін грантқа қатысқан едім, сәтсіз болды. Осы жолы жент өнімі бойынша жоба қорғап, 5 миллион теңгелік грант ұтып алдым. Ұтып алған грант сомасын кәсібін кеңейтуге жұмсамақ, яғни кондитерлік өнімдер сатуға арналған қосымша бөлме ашып, оны толық жабдықтамақ. Ұлттық тағамда жаңғыртып отырған Елена Дәуренбекова бұдан бөлек түрлі тәттілер де дайындайды. Қазіргі уақытта 2 адамды жұмыспен қамтып отыр. Ол грант қаражатының арқасында штат санын арттырмақ. Это огромная возможность. Кәсіпкерлер үшін бұл қаржы үлкен көмек. Мәселен, біз цех сатып алдық, оны толық жабдықтадық. Бірақ саудаға шығаратын аймақты аша алмадық. Сондықтан грантқа тапсырып, осы мүмкіндікті пайдаланып көрдім. Енді міне грант қаражатына қосымша жабдық сатып алып, сауда орталығын ашамыз. Биыл қараша айында әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша мемлекеттік грантқа өтінімдер қабылданған еді. Бұған барлығы 16 кәсіпкер қатысып, олардың 10-ы мемлекеттің қолдауына ие болды. Басты шарттардың бірі әлеуметтік кәсіпкер қатарына кіру немесе жұмыспен қамту. Конкурсная комиссия при оценке бизнес-проектов. Конкурстық комиссия әлеуметтік кәсіпкерлік бағытының болуын қарайды. Бұл бизнес жоспарының аймағымызда сұранысқа ие болуына назар аударылады. Сондай-ақ бұл кәсіптің ілгері бастыруға мүмкіндігі барлығы қаралады. Сонымен қатар экономикалық негіздерде басшылық қалынды. Тағы бір талап жаңа жұмыс орындарының ашылуы. Қазіргі уақытта грант жеңімпаздарына толықтай қаражат берілді. Әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша мемлекеттен қаржы алғандар 5 миллион теңгеге дейін қаржыға өтініш бере алған. Енді олар бұл қаржыны кәсіптеріне салуы керек. Жалпы облыс бойынша кәсіпкерлерге 49 миллион теңге шамасында қайтарымсыз қаржы беріліп отыр. Өтінімдер білім беру, медицина саласынан да болған. Алексей Краснов, Олжас Есенжігітов, Аслан Бехмет, Алау телеарнасы.